Жай, қорқам мен. Мен де қорқам. Бар көр, саған көрші. Қорқадым мен. Қуатын ақсы бар ғой. Ойбай. Түсінің ба? Әкел телефонды. Әкел. Неге өтпеймін? Өтпейсің. Түзу отырсаң болмай ма? Неге? Жатып көрем. Жатып көр. Мама. Жақсы не істеп жатсыз? Исәнім. Кім? Папама? Асымға. Адам осылай шыға ма, Көркем? Құдай. Көркем алма жеп рахаттанып отырсың ғой. Не көріп отырсың? YouTube? YouTube'дан нені көріп отырсың? Өзімізді қарап отырсың ба? Иә. Қайсына видеоны көріп отырсың ба? Кешеден видео. Мама, кешегі видеомыз күшті шығыпты ғой. Ұнап жатыр ма? Иә. Бәріне? Иә, бәріне ұнап жатыр. Кім жазып жатқан? Айқа. Маған? Кім жазып жатыр? Сәлем, қалайсың дейді. Кім? Подружкаң ба? Жоқ, белгісіз номер жазып жатыр маған. Не деп жазды? Сәлем, қалайсың дейді маған. Мама, бағана белгісіз номер маған. Мен сені көріп тұрмын деп жазып жатыр ғой. Кім ол сонда? Жоқ, подружкаларым маған. Вообще белгісіз номер ғой мынау. Сені көріп тұрмын дейді? Иә. Алдында ол бабадүк қорқытып шошытқан сені. Бұл жолдың сені шошытып жатқан. Білмеймін сол. Бопты мен подружкаларым шығар, иә? Иә. Видеомды көре берейін. Блин, не жасаватсыз ба, мам? Мандарин дәмді екен, иә? Иә. Күшті ғой. Мама, кешегі бар ғой. Бағана жазды ғой. Сол қайтан жазып жатыр маған. Не дейді? Мен сенің отырған столыңның астындамын дейді. Қойшы, Көркем. Мен көрінбеймін дейді. Көрсен столың астын. Ешкім жоқ қой. Көрінбеймін десе. Тұрдыңшы. Мына жақта бір браслет жатыр ғой. Мынау кімдікі? Бізде бұндай браслет жоқ қой. Білмеймін. Қайдан алғасыңдар? Столың астында жатыр ғой. Достар, біз Көркем екеуміз телевизор көріп жатырмыз. Уже кеш батты. Сонымен жатырмыз. Қалған бәрі ұйықтап қалған. Көркем, саған смс келіп жатыр. Дыз етіп естімедің бе? Жоқ. Анық тізде жазған адам бар ғой. Иә. Сол маған. Мен сені терезенің алдында көріп тұрмын дейді. Қумаш, Көркем. Қуа бересің сен бар ғой. Жазып жатыр ғой енді маған. Қуасың сен іші. Түннің бір уағында адамды шошытып жайма сенікі. Бәрі ұйықтап қалды, екеуміз ғана отырмыз. Іші қорқытпады. Білмеймін. Енді не істейміз? Білмеймін ғой, не істейсің? Бар көр терезені. Жай, қорқам мен. Мен де қорқам. Бар көр, саған жазып жатқан. Мен қорқам. Жүр онда бірге қарайық.
бағана андай ой бұл жерге Мынау бағана столда тұрған негізі жаңа терезеге келатсақ, мына жерде тұр. Иә. Соны түсінбей тұрмыз, бұл қалай холодильниктің үстінде тұрған. Бағана столдың астына тауып едік қой. Иә, сол столға қойып қойдық. Ана смс жазған адам сен столдың астындамын дегенде осы шығып еді ғой. Білесіз бе? Бар енді көр. Қорқам. Қуатына қорқан. Қорқам сырсыңшы. Күтшінді. Ешкім жоқ қой далада. Ана не жанып тұрған? Ана не жанып тұрған? Ой, Көркем. Аш, дұрыстап көр, жақындасашы. Сен жанып тұрған сияқты ар жағында. қорқып мен. Қуатын ақсы бар ғой. Ойбай. Сен жатта ұйықта болды. Қорқып жүр үшеуіміз. Бар жат, ұйықта. Вообще телефоныңды бұдан былай қоспайсың. Телефоныңды бермеймін, түсіндің ба? Тоқтамайым. Жазбайды болды, өшірем, бар жат. Бар, жат. Достар, маған көркем пранк ұстаған түр екен, адамды шошытып. Мен деген күні бойы оған сеніп жүрім, ал ол маған пранк ұстап жүр екен. Мен енді ақырын сөйлеп отырып, себебі барлығы ұйықтап жатыр. Таңертеңнен бастаған бұл пранкін міне уже түн болды. Сағат 1-ге 2 минут бар қазір түнгі. Сонымен телефонын алып алдым, оған жат дедім, ұйықта дедім, болды. Телефонын енді пока ұстамайды. Енді осы видеомызды бағалап, пікір жазып, лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар.